Қайырлы күн баршаға, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ, өте дәмді, балаларыңыз сүйіп жейтін мини пицца деп айтсақ та болады. Осының рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді, шай қасық, жарты қасық тұзымызды, бір ас қасық қантымызды, және де ерітілген 50 грамм сары майымызды салып, және де 2 ас қасық майонезімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Бізге майонез өте жұмсақ болып шығуына көмектеседі. Құрамында себебі сірке суы бар, және де құрғақ ашытқыны шамамен 7-8 граммдай салып, жақсылап араластырамыз. Және де міндетті түрде осындай ситадан өткен ұнымызды салып араластыратын боламыз. Себебі сіз осты еліктен өткізіп салсаңыз, қамырыңыз өте жұмсақ, өте жылдам ашитын болады. Міне шамалап салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне мен жаңа кішкене сармай алып қалған едім. Оны қоса берсек қатты болып қалады, достар. Міне осылай сармаймен осылай илесек, қолымызға жабыспай. Енді осыны жарты сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді осы қамырымызды бөліктерге бөліп қоятын боламыз. Дәл осылай кішкене қыламыз, себебі бұл қамырымыз тағы да көтеріліп үлкен болады. Мен шамамен осындай етіп, тапама салып, бетін жауып, 5-10 минутқа қойып қойдым, және де мен шұжығымды турауды бастадым. Міне шұжығымды осылай турап алдым. Қалауларыңыз бойынша турай бересіздер, және де сырымды турап алдым. Сосын бір ыдысқа бірдей мөлшерде майонез бен кетчупымды бірдей араластырып дайындап алдым. Енді біз қамырымызды алып, міне көтеріліп әдемі болып тұр. Менің кішкене қызым маған көмектескісі кеп отыр. Осылай барлығын біркелкі етіп, қатты жаймаймыз, ортасын кішкене ашсақ болғаны. Енді осыған майонез кетчуп араласқанды бірдей етіп жағып, бәріне біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Міне одан кейін біз сырымызды саламыз. Менде кәдімгі қарапайым сыр, кез келген сыр бола береді, және де шұжығымды қойып шықтым. Және де 180-190 градуста қызартып пісіріп аламыз. Міне біздің пиццамыз дайын. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Балаларыма өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом ұнаған болса лайк қойып, пікірлеріңіз жаза кетіңіздер. Менің каналыма міндетті түрде жазылып кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған Айгерім. Қош сау болыңыздар.